Баршаңызға қайырлы күн, менің сүйікті көрермендерім. Бүгін біз өте дәмді қуырылған лағман жасайтын боламыз. Ең алдымен етімізді маринадтаймыз. Ол үшін етімізді жіңішке етіп тураймыз. Туралған етімізге жұмыртқамыздың 3/1 бөлігін қосамыз. 1 шай қасық тұз, 1 ас қасық жүгері крахмалын қосамыз. 2 ас қасық соя соусын және 2 ас қасық жылы су қосып, жақсылап араластырып, тоңазытқышқа қоямыз. Етіміз маринадталғанша қамырын дайындаймыз. Ол үшін жылы суға 1 шай қасық тұз қосып, тұзымыз ерігенше араластырамыз. «600 грамм ұнымызға тұзды суымызды қосып, қамыр илейміз. Қамырымызды салафанға салып тоңазытқышқа қоямыз. Демалған қамырымызды 2 бөлікке бөліп, майлап, осылайша бірнеше бөліктерге бөліп шығамыз. Әр бөлінген бөлікті майлап шығуды ұмытпаңыз. Барлығын салафанға салып, бетін жауып тоңазытқышқа 20 минутқа қоямыз. Лағманымыздың салмасын дайындаймыз. Ол үшін барлық көкөністерді видеодағыдай етіп турап шығамыз. минут демалған қамырымызды тоңазытқыштан алып, тағы да созып шығамыз. Созылған қамырдың бетін жауып, тағы 20 минутқа демалдырамыз. Қызып тұрған тапамызға сұйық май құямыз. Майымыз қызған кезде маринадталған етімізді қуырамыз.
туралған көкөністерімізді рет-ретімен салып, осылайша видеодағыдай етіп қуырамыз. Татымына қарай тұз салуды ұмытпаңыз. Демалған қамырымыздың әрқайсысын алып, осылай созамыз. Егер де қамырыңыз дұрыс созылмай жатса, онда қамырыңыздың бетін жауып, кішкене демалдырыңыз. Қайнаған суымызға лапшамызды пісіріп аламыз. Ұзақ пісірудің қажеті жоқ. Бір рет қайнаған соң лапшамызды сүзіп аламыз. Піскен лапшамызды осылайша пышақпен 1-2 рет кесіп шығамыз. Қызып тұрған тапамызға кішкене май құйып, піскен лапшамызды салып, 2 ас қасық соя содасын құйып, қуырып аламыз. Қуырылған лапшамызды салмамызбен араластырамыз. Осылайша біздің өте дәмді қуырылған лағманымыз дайын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Алда көптеген рецепттермен бөлісетін боламын.